Саламатсыздарбы, окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын тақырыбы кеңестик кезеңдеги мәдениет саласындагы жетиштикчи менен кайшылыктар. Бүгүнкү сабагыбызда биз кеңестик кезеңдеги мәдениеттин ерекшеликтерин, жетиштиктерин және кайшылыктарын карастырабыз. Кеңестик мәдениеттин калыптасуу және идеологиянын ролу. Идеология, яғни кеңестік мәдениет жаңа қоғам құрудың идеологиясына негізделген. Коммунистік идеялар, еңбекші халықтың басымдылығы, әлеуметтік теңдік ұғымдары. Осы түсініктердің барлығы бізде идеологияға жатады. Жаңа дәуірдің символдары. Жаңа дәуірдің символдары дегеніміз жалпы жаңа өмір салтын бейнелейтін символдар пайда болды бұл кезеңде. Яғни еңбекші адам, техникалық прогресс, ғылыми-техникалық революция. Білім беру және ғылым саласындағы жетістіктер. Бұндай жетістіктерді біз қазір 3 топқа бөліп қарастырамыз. Біріншісі жаппай сауаттылық десе, яғни кеңестік кезеңде жаппай сауаттылық деңгейіне жетті. Білім беру қолжетімді және міндетті болды. Ғылыми-техникалық прогресс екінші тобымыз. Ғылым саласында жаңалықтар көптеп ашыла бастады. Осы кезеңде алғаш ғарышқа ұшу болды, орын алды. Атом энергиясын игеру жүріп жатты. Ғылыми зерттеу институттардың құрылып дамуы болып жатты осы кезеңде. Және кадрлар дайындау мәселесі де дами бастады. Яғни кеңестік кезеңде инженерлер, ғалымдар, мамандар дайындауға басымдылық беріле бастады. Жаппай сауаттану дегеніміздің арқасында бізде жоғары оқу орындары ашыла бастады. 1928 жылы Алматыда алғашқы жоғары оқу орын Абай атындағы Қазақ педагогикалық институты ашылды. Бұл жерде мал дәрігерлік, ауыл шаруашылық, медицина институттары ашылды. Техникумдар, әртүрлі училищелер ашыла бастады. 1934 жылы Киров атындағы КазМУ, яғни қазіргі Әл-Фараби атындағы КазМУ дейміз. Ең алғашқы ашылған жоғарғы оқу орындарының бірі. 1932 жылы СРО ғылым академиясының Қазақстандық базасы құрыла бастайды. Жалпы кеңестік кезеңде, яғни 20-шы жылдары қазақ әдебиетінде көп тараптылық орын ала бастайды. Әдебиетпен өнерде экспериментпен еркін ойлауға алғышарт жасалды. 30-шы жылдары мәдениеттің көптеген өкілдері, ғалымдар, жазушылар мен коммунистер қуғын сүргінге ұшырап, ал мәдениет социалистік реализм шеңберінде дамыды. Әдебиетпен өнердегі жаңа бағыттарда дами бастайды. Яғни социалистік реализмдегі жаңа. Бұл дегеніміз жаңа әдеби ағым пайда болды. Оның негізгі идеялары еңбекші халықтың өмірін, жетістіктерін, жаңа қоғамды дәріптеу болды. Сонымен қатар кино түсіру өнері де дами бастайды. Кино өнері жылдам дамыды. Шығармашылық еркіндік шектелмеген. Қоғамдық сананың қалыптастыруында кино әлемінің негізгі маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар қоғамда музыка, театр, архитектура саласы дамыды. Жаңа композиторлар, театрланған қойылымдар, архитектуралық стильде пайда бола бастады. Алайда кеңестік кезеңде жаңағы бақылау және цензура болғандықтан шығармашылық еркіндікте аздап шектеу болды. Мәдени мұраны сақтау және дамыту.
біздің алдымызда тұрған ең басты мақсаттарымыздың бірі жалпы мемлекетіміздің мәдени мұрасын сақтап, оны дамыту. Яғни мұражайлар, кітапханалар, тарихи орындар қалпына келтіріп, оны қорғап сақтауымыз қажет. Әртүрлі тарихи ескерткіштер, ескі қалаларымыз бар. Осы қалаларды қалпына келтіріп, мәдени мұраны зерттеуге көп инвестиция салына бастады қазіргі кезде. Халықтық шығармашылық, ән-күйлер, әдет-ғұрыптар, халықтық өнерді сақтауға күш жұмсалды. Кеңестік кезеңде цензура және шығармашылық еркіндігінің шектеуі болған білеміз. Ол кезде идеологиялық бақылау жүрді. Яғни шығармашылық еркіндік шектелді. Жазушыларымыз, ақындарымыз осындай шектеу шеңберінде ғана жұмыс жасай алды. Және сенімділіктің жоқтығы, яғни шығармашылық адамдар өз ойын еркін білдіре алмады. Өздерін цензурадан сақтау керек болды. Сонымен қатар критика мен ой еркіндігі де шектеулі жүрді. Яғни шығармашылықтың дамуына кері әсер етті осының барлығы. Ғылыми әдеби өнер саласындағы бір қатты алға дамушылықты тежейді. Ұлттық мәдениеттердің дамуы. Осы кезеңде ұлттық мәдениеттің дамуы, яғни біз көп ұлтты мемлекет болғандықтан, көптеген ұлттардың мәдениеттері өздерінің ерекшеліктерін сақтап қалды. Өзара әсерлері. Ұлттық мәдениеттің өзара әсерлесі. Яғни идеялары, символлары жаңа бір ағымдар пайда болды. Біріктіру және ұлттық ерекшеліктерді сақтау жүрді. Яғни ұлттық мәдениеттерді біріктіруге тырысты. Сөйтіп, сонымен тұрмай, олардың ерекшеліктерін сақтап қалуға да мүмкіндік болды. Қазіргі таңда білуге түсіре қалалар. Біз Қазақстан көп ұлтты мемлекетпіз. Кеңестік кезеңнің мәдени мұрасы қорыта келетін болсақ, бұл тарихтың маңызды бөлігі. Ол қоғамның дамуында білім беру, ғылым, өнер салаларында қомақты рөл атқарды. Бірақ сонымен бірге цензура және шығармашылық еркіндігінің шектелуі сияқты қайшылықтар да болды. Балалар, енді бүгінгі сабақ бойынша сіздерге үй тапсырмасы. Кеңестік дәуірдегі мәдениеттің даму ерекшеліктеріндегі жағымды және жағымсыз жақтарына талдау жасай отырып, қорытынды жасаймыздар. Кесте құрамыз жағымды жақтарын және жағымсыз жақтарын тізіп жазып, соған талдау жасаймыз. Бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.